Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Барша мақтау мадақтар әлемдердің Раббысы, біздерді жоқтан бар еткен Аллах тағалаға тән, және соңғы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафаға Құдай тағаланың салауаты мен сәлемі болсын. Мұсылманның сенімі. Ислам ғұламаларының бірі Ахмад ибн Хамбал былай дейді: «Мәхмә тасауварта бибалика фаллаху би хилафи залик». Мағынасы: сен қаншалықты не нәрсені ойласаң да, Аллах тағала ол нәрсеге ұқсамайды. Яғни адам баласының ойлаған нәрсесінің барлығы ол не? Ол жаратылған нәрсе. Біздер бір нәрсені ойлап Құдай деп айтпаймыз. Не үшін? Өйткені біздердің ойлайтын нәрсенің барлығы не? Ол бір денені ғана ойлаймыз. Жарық не қараңғы деген секілді. Аллах тағала өзі жаратқан нәрселеріне мүлдем ұқсаушы емес. Оған жаратылыстың сипаттары, жаратылыс дегеніміз не? Дене, оның сипаттары. Құдай тағалаға ол дене және оның сипаттары тән емес. Бірінші сұрақ: әрбір мұсылман білу керек. Парз айн дегеніміз не? Әрбір жеке адам білу керек білім. Яғни дінімізде жүктелген әрбір мұсылман ер мен әйел білу керек дін білімі бар. Сол білім қандай? Енді мүкәлләф, әрбір мүкәлләф дейді, міндетті түрде білу керек, үйрену керек. Осы базовый, негізгі, сол дініміздегі үйренетін білім не? Ол сенімге қатысты нәрселер. Яғни мұсылманның сеніміне қатысты нәрселер. Құдай жайында білуі, пайғамбар жайлы білуі, және пайғамбар жеткізген ақпараттар жайында білуі, пайғамбарымыз ақырет жайында, бұл дүниедегі нәрселерді барлығын біздерге жеткізді. Және де сенім бөлімінен бөлекте ғибадат бөлімі, яғни фиқх дейді. Бұл сенім бөлімі, яғни ақида бөліміне жатады. Ал ғибадат бөлімінде фиқх, яғни тазалыққа байланысты, дәрет, ғұсыл, таяммум деген секілді, нәжісті қалай кетіру керек. Намазымыз күнделікті 5 уақыт оқылатын, басқада жұма намаз, айт намаз деген секілді намаздарды жайлы білу керек. Ораза жайлы, қалай ұсталатындығы жайында ораза жайлы білу керек. Зекет пен қажылық бай адамдарға қатысты болғандықтан, бай адамдарға білу керек, міндетті түрде білу керек. Қажылыққа шамасы келетін адам, ол да бізді үйрену керек. Бұдан да бөлек алып сатар, яғни саудаға байланысты нәрселерді білуіміз керек. Қалай алу керек, қалай сату керек деген секілді. Не нәрсе сатылады, не нәрсе сатылмайды деген секілді. Және некеге байланысты нәрселерді білуіміз керек. Одан бөлек адамның денесі, жалпы аманатқа берген ағза мүшелерді қалай қолдануымыз керек. Адамның жүрегі бар. Жүрегінде, яғни жүрекпен жасалатын міндеттемелер бар, және жүрекпен жасалатын күнәлар бар, одан сақтану керек. Және ағза мүшелер, көз, құлақ, тіл деген секілді, асқазан, қол, аяқ, жыныс мүшесі деген секілді адамның жалпы бүткіл денесімен жасалатында күнәлары бар. Сол күнәлар жайлы біздер білуіміз керек. Енді Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Құл хәл ястауил лазина я'ламуна вал лазина ла я'ламун». Білетіндер мен білмейтіндер тең емес екендігі жайында айтады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деді: «Талабул илми фаридатун аля кулли муслим». Әрбір мұсылман ер мен әйелге діни білім талап ету, діни білім үйрену парыз екендігі жайлы айтады.